Нихао, біз Құлжаның вокзалындамыз, Урумчиға жол алacakпыз. Құлжа вокзалдан Урумчиға пойызға билет алдық, тежурер пойызға. Сондай билеті бір адамға 128 юан, бұл $19 болады. Урумчидағы бренд киімі сататын торговый центр аты Мемин. Урумчидағы Бьянцан деген базар осы жер. Осы жерден сол Өзбекстан, Қазақстан, СНГ-дан адамдар алып сататын екен. Соның үшін орысша жазып қойыпты. СНГ-ның адамдар түсіну үшін. Тек оптом сататын екен. Өзбекстанның карголары да бар екен. Егер товар алып сатаман десеңіз, сол карғоға салдырып отыра бересіз телефоннан. Гостиницаға жайғасып алдық. Бұл жақта гостиницалар арзан екен. Кеше Құлжада 2 адамға 160 юан. Бұл долларда $22 болып еді. Урумчида 2 адамға 188 юан. 2 адамға $25. Бұл жақтың условиясы Ташкенттегі, басқа жақтардағы 5 жұлдыз гостиницалармен тең бірдей. Әмбе зат бар. $25 енді арзан 2 адамға. $12,5. Базарлардың атырапының бәрі осындай гостиницалар. Қолай келіп сауда істеймін десеңіз. Біздер сауда үшін емес, саяхат үшін келген едік. Соның үшін оптом затларға ондай қарап отырғанымыз жоқ. Егер келемін десеңіз, жүзде арзан, қолай екен. Ертең, иншаллах, Урумчидің басқа базарларына, басқа да жерлеріне барып көреміз. Сисимолдың ішінде үй хайванлары да бар екен. 绝掉绝进去啊！你说狗不咬人，闭进去，让它咬你，那你就不要进去，好了就在这看。吸它，过来，来，钥匙放哪？ Китайда осындай поп-март магазиндерден ойыншық алу бір мода екен. Бір традицияға айналған. Кішкентайлардан көрі жас үлкендер көп алады ойыншық. Сиси молда осындай машиналарын қойған екен. Tesla, Zeekr, Huawei сондай машиналардан шоурум қойып қойды. Базар деген жерге келдік. Бұл жақ Икарнан ұйғырлардың базар екен. Туристический месталардың бірі деп айтады. Және бір базарға келдік. Суши бар ма аты сондай. Сумкалар 1-2 сумка алдық. Бұл жақта китайлардан сумманы 2 есе қымбат айтады. Әзір 260 юан деп тұрған сумканы 120 юан қалдық. Соның үшін сіздердің бұл жаққа келсеңіз, ярым бағасына сұрайсыз, береді. Себебі бұлар онсыз қымбат сумма қояды. Бұлардың әдеті сондай ма, я сырттан адамдардан қымбат айта ма, сондай әдет бар. Ярым бағасына ала бересіз. Айтқан затты. Китайда китайшылардың өздері китайский машина бит деп айтатыған еді. Олан бір рас екен. Көбісі Toyota, Mitsubishi, сол японский машиналар жақсы көретін екен. Оларым качествоны біледі. Honda мінеді, сөйтіп Volkswagen көп екен. Және Китайдың өздеріне шығатығын Ли азырақ көрдік. Біз Өзбекстанда Ли, Leapmotor, Dongfen'дер моды ғой. Bu vaqtda Leapmotor bu Dongfen ulama görmedik. Lilar meni жүріпті.
Yana qanday mashinalar minadi? Бұл жақтың таксилері китайский арзанлау машиналар міне тұғын екен, бірақ нормальный адамдары бәрі Toyota мінеді. Кейін Хавал көрдік. Хавал нормальный міне тұғын екен. Сол машиналар көбісі. Бүгін Урумчидағы ақыр күніміз, Пекинға да барғымыз келіп еді, онымен үйбетте жұмыстарымыз көбірек. Соң үшін әзірше қайтамыз, Құда қаласа кейін келгенде Пекинға да басқа провинцияларына барамыз, Құда қаласа. Урумчи туралы қысқаша айтып кететін болсақ, бұл жақ дүние бойынша ең ішкі базар көп рауажланған жер екен. Себебі базарлар жүдә көп. 15 үлкен базары бар, одан басқа да моллар бар. Оптом товар алып сату ниетінде болсаңыз, Бейжің деген базарына келіп, әр түрлі товарлар алып сатсаңыз болады. Себебі Орта Азия бойынша, СНГ бойынша көп адамдар сол базардан алып сатады екен. Басқа да базарлары көбісі майдалап сатады, бірақ көтере сатуы да мүмкін, анық білмейміз. Және молларын айтатын болсақ, Мими мол, Сиси мол, және басқа да моллары бар. Енді Руида деген бар екен, ол көбінше ішкі брендлар, китайский брендлар сатады екен. Мими молда дүния брендлері бар, бірақ сәл қымбаттау екен. Сиси молда жақсы брендлер бар, дүния брендлері сәл арзанлау. Біз өзіміз сол Сиси молдан киім алдық. Егер сіз өзіңіз үшін алатын болсаңыз, Сиси молға барсаңыз болады екен. Бұл жақта әммесі саудаласқан жақсы көреді. Зат алмақшы болсаңыз, әлбетте шегірме сұрайсыз. Бұл жақтағы адамларды саудаласудың чемпионлары деп бекарға айтпаған. Әлбетте саудаласып, саудаласқан жақсы көреді. Көлеп, өйтіп, әйтеуір товар сатады сізге. Және басқа да мағлұматлар болса, кейінгі видеода айтамыз. Диққатларыңыз үшін рахмет.